Бүгін магнийдің формаларын қарастыратын боламыз. Магний бізде қышқыл түрінде, тұз түрінде және хелат түрінде кездеседі. Яғни магнийге қышқыл қосылатын болса, қышқыл түрінде көбінесе бізде қарастыратынымыз цитрат және малат, пикалинат және аспартатты көбінесе қолданбайды. Көбінесе дәріханаларда кездесетін цитрат түрі, яғни магнийге лимон қышқылы қосылатын болса, цитрат түрі көбінесе кальцийдің сіңірілуіне және запор бар кезде қолданылады. Цитратты қабылдаған кезде сәл диарея шақыруы мүмкін. Егер диарея болатын болса, сізде онда қолданбайсыз. Сонымен қатар асқазан ішек жолында ешқандай проблема болмайтын болса, басында кішкене диарея болып, кейін қалыпты болып кетеді. Малат түрі бұл магний мен алма қышқылы қосылған түрі көбінесе жаңағы аяқтағы тырысуларда, бұлшық аурулар кезінде көбінесе олар спортсменге беріледі. Және де малат түрі басқа цитрат түріне қарағанда таңертең қабылданады. Енді қараймыз хелат түрі. Хелат деген түріміз магнийге амино қышқыл, яғни глицин деген тілдің астына қоятын, білесіздер ғой, амино қышқыл. Сонымен қосылған түрінде көбінесе қолданылады. Адам при тревожности, адамның нервной системасын успокаивает, нормализует. Таурин деген амино қышқылымен қосылған кезде магний таурат түрі, яғни өт жолдарын жақсартады, жүрек жұмысын жақсартады. Инсулин резистентті кезде осы түрін қолданамыз. Магний трианат түрі, яғни ми жұмысын жақсартады, есте сақтау, память бәрін жақсартады. Басқа магнийлардың түрінен қарағанда гематоэнцефальды боррель, яғни миға баратын жалғыз формасы. Магний аратат түрі, жүрек қан тамырлары аурулары кезінде, ритм бұзылысы кезінде аратат түрін қолданамыз. Магний оксид, гидроксид, сульфат, аспартат түрлерін қолданбаймыз, себебі сіңімділігі өте төмен. Сонымен қатар магний тұз түрінде болады, және оксид туралы айтып өттім. Хлорид, сульфат, английская соль, эпсом соль, яғни ванна қабылдау арқылы қабылданатын магний түрі.